Енді жаңа мен Байжановты айттым ғой, Байжановты айта бастап басқаға мінекей ауып кеттім. Үлкен адам деген осы ғой. Байжанов деген Тұрмақан деген інісі болған. Соны жаңа мына кімнің менің інім Тоймұраттың әйелі Мәрия деген қазір тірі. Соның айтуынша Байжанов деген інісін қой бағып жүрген жерінен пойызды тоқтатып Алматыға келген екен. Алматыға әкеліп, өзінің жаңа Фонтанный көшесінде тұрдық қой бір неде. 12 бөлмелі үйіміз бар дедік. Соның қорасына үй салдырып берген екен. Сосын үйлендірген екен. Мәжікен деген әйелі болған Тұрмақанның. Сосын оны оқытқан Тұрмақанды комбузды бітірткен ау деймін. Кейін оқытушы болды ғой енді. Сөйтіп жүргенде сол Тұрмақаннан 2 ұл туады. Біреуі Тоймұрат 35-ші жылы той жаңағы автономиялы республиканың 15 жылдығы тойды өткізіп жатқанда, жаңа Калинин келіп жатқанда туады ғой, Тоймұрат. Сосын енді Ұзақбайдан сұрайды, баланың атын қойыңыз деп. Сол кезде Ұзақбай аты Тоймұрат болсын, той кезінде. Автономиялы республиканың тойының 15 жылында туған ғой. Аты Тоймұрат болсын деп Тоймұрат қойған екен. Тоймұраттан кейін 2 жылдан кейін, 2 жыл ғой деймін арасы, Дәмир деген келген. 2 бала. Тоймұраттың қазір балалары бар, ал Дәмирден міне Асқар отыр ғой қасында. Ал енді Тоймұратты 2 жасқа келгенде Ұзақбай ұсталынып жатыр ғой. Тоймұраттың шешесі бірге тұрған. Содан шешесі Тоймұратқа қашайық дейді ғой. Тоймұратқа деп тұрмын. Баласы Тұрмақанға қашайық. Енді Ұзақбайды ұстап алып кетті, бәрін ұстап жатыр ғой. Дегенде ол тыңдамаған ау деймін. Сонда жаңа 2 жасқа келген Тоймұратты аман алып қалу үшін Тұрмақанның шешесі баланы бойына салып алып кетеді ғой. Содан қайда кеткені белгісіз. Содан Тоймұратты жаңағы шешесі, әжесі мойнына салып алып кеткен ғой. Ешкім білмейді, ешкімнен сұрай алмайды. Бәрі жаудың семьясы, жылап еңіреп жатыр. Қай күні Тұрмақанды алып кететіні белгісіз. Сөйтіп жүргенде сол қай уақыт екен әйтеуір. Сөйтсе бұл кісі баланы мойнына салғанда ақшасы да жоқ, әйтеуір пойызға мініп аралдан шыққан ба, аралдан неге кеткен ғой, Тақтакөпірге. Қарақалпақстанның Тақтакөпірінде шөмекейлер тұрады екен біздің руымыз. Сол аяқта жамағайыны бар екен, біледі екен ол кісі. Сол аяқтан бірақ шыққан ғой. Яғни кішкентай Тоймұратпенен. Әбден есін жинап болғаннан кейін хабарлайды ғой біреу арқылы. Осы жаққа келіңдер енді. Біз міне жақта аман есен жүрміз деп. Содан жаңа Тұрмақан Мәжікенді алып, Дәмирді алып, Тақтакөпірге кеткен ғой. Сонда Тақтакөпір мен Мойнақтың арасы жақын екен. Біз Мойнақта тұрғанда Жолмұрат жылайтынды. Құдай-ау, Құдай, мына тұрған Тақтакөпіргедегі кімге де Тұрмақанға да бара алмаймыз. Тұрмақанда маған келе алмайды. Бірімізге біріміз жаумыз деп. Сонымен біз Тақтакөпірді көрмей кеттік қой. Сонымен бұлар Тақтакөпірде жүреді. Тұрмақан сояқта мұғалім болады. Сөйтіп семьясын асырап жүреді. Сонымен қойшы жаңағы Тоймұрат мектепті бітіргесін Ташкенттің медицина институтын түседі. Оны бітіреді. Оны бітіріп Тоймұрат келіп жұқпалы ауруларды емдейтін дәрігер болады. Сөйтіп өзінің клиникасы болады, больницасы, ауруханасы болады. Сол ауруханада жақсы істегендіктен бұл Тоймұраттың ауруханасы деп атаған екен. 61 жылдар ма холера болды ғой. 61 жыл ғой деп ұмытпасам. Сол холерада аман қалған Тоймұратқа барып жатқан адамдар аман қалғанда, қалған больницадағылар қырылып қалған ғой, қалған адамдар қырылып қалған. Ал ол кезде Москвада Петровский деген министр болды, здравоохранениен.
сол Петровский холера біткеннен кейін жағдайды көрейін деп келеді ғой. Нүкіске келеді, тақта көпірге барады. Сонда естейді ғой, Тоймұраттың клиникасында емделгендер аман қалған. Содан Тоймұратпен танысады. Танысып, Тоймұратты айтады, мына әбден аурулар бітсін, мына холера бітсін. Содан кейін маған аспирантураға кел дейді, Москваға. Сөйтіп, Тоймұрат Москваға барып, Петровскийдің арқасында кандидатты қорғайды. Қайтып келгеннен кейін замминистр болды, здравоохранениеде. Сол здравоохранениеде замминистр болып жүргенде кішкене енді жұмысы орнықты, семьясы бар, балалары бар деген сияқты, әкесі жанында. Сөйтіп жүргенде ол ойлайды, қой енді мен туыстарымды іздейін деп бізді іздеген ғой. Сол іздегенде Қарақұлов Ишембай деген болған. Атақты, ол да медик, жұқпалы аурулардың Саудем академигі. Мен онымен кейін араластым. Кәкеңді біледі. Сол Қарақұловпен байланыста болған ғой Тоймұрат. Сол Қарақұловтан естиді. Менің Алматыда тұратынымды. Кәкімжан Қазбаевты білетіндігін айтады ғой деймін. Соныменен 73 жылы менің шешем рак ауруына шалдықты. Менде екі шеше болды ғой. Біреуі жаңағы Ұзақбайдың әйелі Әйш, Ташкенттен маған келеді. Ташкентте тұрып жатыр, ол түрмеде 8 жыл отырды. Түрмеден кейін Қарақалпақстанға барды, одан кейін жаңағы бостан бітіріп жұмыс істеді, одан кейін декан болды теміржол институтында. Шешем сонда тұрып жатты. Содан жазда маған келеді бәрі. Қалай сабақ басталынады, кетеді. Дұрымда кетеді. Неге қыздарына әжем неге кетеді? Ташкентке кетеді. Содан енді шешем менің Нұрым рак ауруына ұшырады. Сосын Кәкең айтты, өзіміз алып бақпасақ болмайды ғой деп, ұлында тұратын, жаңа Болатта тұратынды. Алып кеттік. Содан онкологияға кеп салдық. Әйтеуір біздің қолымызда өлілгенге шейін 3 жыл өмірін ұзартып, 3 жыл бізде тұрды ғой Нұрым. Сол Нұрым қатты ауырып, енді өлер шағы жақындады. Сосын Кәкең айтты маған, жүректен ауыратынды Кәкең. Жыл сайын Кисловодскіге бармаса болмайды оған. Ол кезде орталық партия комитетінде істейді, нұсқаушы болып. Олар путевка береді, баяғы сол путевкамен ол кісі кетті. Мен мамамның жағдайы қиын ғой, мен барып демалып келейін деп маған шыда деп кетті. Сөйтіп үйіміз көңілсіз, мамам тамақ ішпейді, тамақ ішпейді. Бітеп тастаған ғой, өңешім бітеп тастаған. Тек су ғана өтеді. Сөйтіп жатқан да бір звонок кешке жақын түнде. Содан ашсам, әдемі жігіт тұр, бір әдемі, әппақ жігіт, аласа бойлы, аласа болған кәдімгі орта бойлы. Алмат биік қой одан қазір. Алмат бойы өзің ғой, биік. Алмат қайтам ғой, биік бұны. Сосын денесін жіберіп алған ғой, ол кісі деген өте сұлу Тоймұрат. Көріп таң қалып қалдым. Кімсің деді, Тоймұраттың дейді. Енді Тоймұраттың мен атын ғана білем ғой, өзім көрген жоқ. Баяғы 37 жыл кеткенден, ол 2 жаста ғой бала ғой, менен әрекке кеткен. Тоймұраттың деді. Қай Тоймұратсың дедім. Қарақалпақстаннан келдім деді. Мамам детскийде жатыр еді, жүре алмай жатқан. Мә, Тоймұрат па, Тоймұрат па. Мамам бүйтіп, мен ана Тоймұратқа кір дегенше мамам ана яқтан. Ойбай, Тоймұратсың ба деп әлгі жылап, жоқтау салып, Тоймұратты бас салды. Екеуі жылап болды. Мамамды сол бүйткеннен апарып төсегіне салды. Сосын мен де бардым. Содан Тоймұратты шай беріп, неге келдің? Іздеп келдім деді. Іздеп келдім сіздерді. Енді осы 6 айлық бір курс бар екен, соған әдейі сұранып келдім деді. Кандидаттықты қорғадым деп сонда айтты. Қарақұлов Ишембай арқылы келдім деді.
Sonra мамам жағдайын көрді, ой, енді не керек? Жаңа әлгі курсқа бармайды. Мамам қасында жатады, мамам кроватта жатады, жерде жатады. Мамамды бақты. Мен сабаққа кетіп қалам. Бұрын бекітіп кететінім, врач шақырып алып отырғызып кететінім, мен келгенше деп. Балалар оқуда ғой енді. Соны Тоймұрат сол 3 ай ма 4 ай ма бақты мамамды. Курсына барған жоқ. Звондап қояды, бір андасында барып келеді. Сол мамамды қолынан көміп кетті ғой. Қолынан көміп, 6 ай біткеннен кейін жаңағы әлгі кереметтен болды. Кәкең өте жақсы көрді. Мамам ауырып жатқанданы тамақ іше алмайды ғой. Күйзеліске түсіп, мен де больницаға түсіп, мені больницаға алып кетеді. Соны Кәкең келіп айтады, ешқандай не қылма. Мына Тоймұрат деген керемет бала екен. Жаныма шақырып жатырмын, бірақ келетін түрі жоқ. Әкесі ауру екен дейді. Алматыға кел деп жатырмын ғой, қызмет іздеп жатырмын Тоймұратқа. Мына бала батырым сонда менің 3 жас деді. Батырды менен өзі бағады, батырды. Мамамды өзі бағады дейді. Сонымен не керек? Мамам қайтыс болды, сонда барлық жағдайын жасап, Тоймұрат елге кетті. Енді апа, әкемді көміп, о кезде Тұрмақан почкіден ауырады екен. Осымен сідігін не алады, жібере береді екен. Содан ол жолға жарамайды, көшуге болмайды деді. Не де болса, Қарақалпақстанға тастап кетем оны деді. Соныменен бір жылдары осы Алматы туғаннан кейін, Алматыдан кеткеннен кейін әйел 2 қабат болған ғой, туған баласын Алматы деп атаған. Сол Алматы деген жігіт жүр қазір осында. Соның 2 жасында ма екен, жоқ 5 жасында ма әйтеуір, әлі Тұрмақан тірі. Бір күні Тұрмақан звондайды маған. Апа, 30 адам барамыз Алматыға. Менің әйелімнің әке-шешесі, оның толып жатқан қыздары бәрі барамыз. Әрине сіздің үйге мен газет төсесемде сіздің үйге жатам дейді. Мәрия екеуміз дейді. Әйелінің аты Мәриям. Ал Рахымжан Қошқарбай бұл кезде Алматы гостиницаның директоры. Рақаңнан бір 30 адамға не алып қойыңызшы. Бөлме алып қойыңызшы. Бұларды аяма, бұлар бай дейді. Өте бай адамдар, сондықтан жаңа гостиницада жатсын дейді. Сөйтіп сіздерді көрсетіп қайтқым келеді деп сөйдеп звондайды да, соны әйтеуір бір күні келетін болды, барып күтіп алдық деген сияқты. Соны Тоймұрат пенен Мәрия біздің үйге келді, алаларды гостиницаға түсірдік. Енді олар келеді дегесін, біздің ақшамыз жоқ қой, өзі Совет үкімет деген азғантай береді ғой. Кәкең инструктор ғана ғой секада. А секада істегенде ешқандай мақала жазуға болмайды, кітап шығаруға болмайды. Тәртіп деген күштеді ғой ол кезде. Алатыны 160 теңге, менің алатыным 160 теңге. 320 теңге жетпейді кейде бізге. Сонымен әйтеуір, бұлар келеді деген күннен бастап әйтеуір үйіміздің бір бөлмесін босатып, ана Тоймұраттың келетін әке-шешесінің жаңа адамдарына көрсетейік деп жүрміз ғой. Үйді көрсетейік деп жатырмыз. Содан Тоймұрат келгесін ақылдастық, ойбай бәрін жасаймын деп жатыр ғой. Үйді босатты, бір бөлмені босатты. Сыймайды ғой адамдар. 20 квадрат қой біздің үйіміздің үлкендігі. Содан бір шақырдық, ой, кемпірмен шал керемет тың екен. Сонда Тоймұраттың айтатыны ғой, мына шалдың ана Мәрияның әкесінің шинел, мына астарының бәрі ақша дейді. Мына арасына түйрекшпен түйреп қояды, анадан алып лақтырады, мынадан алып лақтырады. Сондықтан шалда ақша көп, уайымдамаңыздар, ана бала шағаларын өздері не қылады, бір қонақ болып кетсін дейді. Сөйтіп қонақ қып жасап, ана інімнің ауылын алып барып, Болаттың ауылына апарып, ой, бір керемет не болды ғой. Содан енді бізге келесіңдер деп кетті. Тоймұрат айтты, әлі папам тың, тек ана жіберіп қоятыны бар. Соны емдеп жатырмын. Ол кісіні қазір енді әкелуге болмайды. Сондықтан келемін түбінде деп орынды дайындап қойды ғой Кәкең Екбастан.
Сонымен bir күні телеграмма келді. Кәкең жұмыстан телеграмманы алып келді. Соны бізді шақырып алды. Шақырып алып айтты, Тұрмақан қайтыс болыпты деп. Ой, жылап жатыр менің апаларым. Тұрмақанды көргісі келіп жүр, апаларым біледі ғой енді. Ойбай, үлкен екі апам, Ақтөре, Кабира деген апам жылап еңіреп осы. Тұрмақанды көреміз деп жүргенде оны да көре алмайтын болдық қой енді деп. Енді Тұрмақан дегесін енді мен кішкене жарайды деп не қылдық енді, ертең жүру керек. Ақшамыз жоқ қой. Аналардың бәрі қу кедей. Әйтеуір Болатта баратын болды, Ақтөреде баратын болды, Кабирада баратын болды. Барлығын секадас дегесін билеттердің барлығын қамтамасыз етті Кәкең. Енді ұшайық деп жатырмыз. Ұшар кезде бізді Кәкең енді самолетке біздің үйден кету керек қой. Ұшар кезде машинасын шақырып қойды. 2 машинамен баратын болдық. Bir уақытта Кәкең айтты бізге. Қайтыс болған адам Тұрмақан емес, Тоймұрат деді. Одан сайын жылап үйді басымызға көтеріп, авариядан қайтыс болды. Соған кетіп барамыз, енді сіздерді алдамай-ақ қояйын. Кәкең өзі жылап, көршілеріміз келіп, аэропортқа Кәкең енді атақты адамы, орталық партия комитетінің нұсқаушы болғанмен неден өтеміз, вип-залдан өтеміз. Олар бізге көңіл айтып, самолетке бірден мінгізіп, ай жол бойы жыладық қой. Тоймұрат. Соны алдымыздан Камалов қарсы алды. Камалов деген ол кезде Рашидтің оң қолы Қарақалпақстанды басқарады. Соның адамдары бірге келіп бізді қарсы алды. Кәкеңнің арқасы ғой деп ойлады. Ол кезде уже Кәкең ақпарат министрі, қазіргі тілмен айтқанда ақпарат министрі де ол кезде оны Казтак деп атайды. Инструктордан кеткен екен, Казтакта басқарады. Содан үйге апарды. Міне жақта бұлардың әдеті дұрыс қой, неғыз қазақтар екен. Дауыс салып, Мария жылап, барлық жерде дауыс салып жылап жатыр. Еңірегенде етектері толады. Бәріміздің де еңіреп жатырмыз. Камалов ортамызда тұр, сол кісі жүгіріп жүреді. Басқа адамдар да жүгіріп жүреді. Енді Алматыдан келді, Қазақстаннан келді деп баяғы. Сонымен не керек енді Тоймұрат өлді, авариядан кетіпті. Олың жері құм ғой оның да. Водителі бар екен, бір командировка шыққан екен. Сол водитель шаршапты, түнге бір ауылдан бір ауылға жету керек қой. Сонда өзі отырыпты үрелге. Водительге ұйықтай берді. Сол кетіп бара жатқанда құм ғой, асты тасқа соғылған ғой. Жол болмаған болуы керек, мен айтыр соны түсіне алмаймын. Тасқа соғылған. Сонда водитель аман қалғанда Тоймұрат бірден өліп кеткен. Камалов енді барлық айтып жатты, 1 жылға дейін Тоймұраттың ақшасын семьясына береміз. Тоймұраттың беделін айтып жатты. Қимай жүредік, Алматыға кетем деп еді. Қимай жүрдік біз деп барын айтып атты. Оны шығарып салды. Соны кетер кезде Мәжікенге, Тоймұраттың шешесі Мәжікен, Тұрмақанның әйелі. Соған Кабира мен Ақтөре айтты, Тұрмақанды көрсетсеңдер, Тұрмақанды көрмеді қой деп. Алдында көрсетпей жүрген. Соның Мәжікен біз кетер кезде бір баланы ертіп келді. Ертіп келіп, міне Тұрмақан деді. Сонда екі апам одан сайын айғайлап жылап жатыр. Мынау Тұрмақан-ау сен қандай жігіт едің, ұзын бойлы, келісті жігіт едің ғой сен. Сен мынандай бала анау білмейді, Тұрмақан ештеңе білмейді. Бала сөйлеген екен, сен айырылып қалған ғой.
біздің кім екенімізді білмей қалды ғой. Өзінің кім екенін білмейді. Сондай өмір болды ғой. Жылап еңіреп, енді Алматыға келесің деп айта алмайсың ғой. Қайттық қой соны. Осындай. Ал енді жаңа Дамирді жүрді, сол жерде көрдік. Өзіміз жылап еңіріп жатқанда Дамирмен де шаруамыз болған жоқ біздің. Дамир деп ана апаларым неғып жатыр ғой, құшақтап жатыр. Мен де көрдім бұл. Қазір түрін де білмеймін мен. Сонымен Қарақалпақстанмен сөйтіп қоштастық. Артынан енді әлгі несі қойылды деді. Содан Кәкең енді әлгі идеологияның секретары болғанда біз неге барамыз отпускіге Алматы, Москвада Барвиха деген жер бар. Баяғы патша үкіметінің Романовтар демалған жер, кейін Брежнев, Горбачевтар демалған жер. Барвиха орманның ішінде керемет салынған жаңа санатория. Сол санаторияға демалуға барғанымызда Камалов келді. Ненің секретары ғой. Ой, енді керемет бізді көріп, әйелі орыс еді, қазақша сөйледі керемет. Екеуміз қыдырамыз, әйел екеуміз. Камалов пен Кәкең бірге қыдырады, бірге лыжы тебеді, лыжы да дайын. Коньки тебеміздің коньки тебетінде жер бар, алып барып сапырабыжа етеді барады. Конькидің киімдерін кигізіп, коньки тепкізеді сізді. Лыжы керек болса, лыжының киімін кигізіп, әйтеуір бізге ештеңенің керегі жоқ. Мен де керек, Барвихада барлық жағдай жасалынған ғой, әлгі әйел мен керемет. Апамдай болды жаңа, орыс әйелі. Тура Қарақалпақша сөйлейді екен, қарақалпақтар тілі бізбен бірге бір ғой, бір разницасы азғантай ғана. Сонымен жақсы демалдық, не керек? Ой деп, сонан кейін Камаловқа әлгі мынандай қиярларды сонда көрдік. Камаловқа осындай Қарақалпақстаннан қиярлар келеді. Одан кейін жаңағы жылқының мына жағын түгел пісіріп жібереді. Қонақ қылады бізді. Кәкең скромный адам, ешкімне ештеңе. Біреуге айтса әкеледі ғой, біреуімізді. Ондайға Кәкең жоламайды. Сөйтіп керемет. Келесі жылда сөйтіп жақсы демалдық. Бірге бардық. Как раз бірге барайық деп не беріп қоңым. Содан кейін Камалов орнынан алынғанда тағы да бірге болдық. Ол кезде Камаловты орнынан алды да Барвихаға демалдыруға жіберді. Сол жерден неге елші болып кетті ол. Болгарияға ма бір жерге. Содан кейін Камаловты көрген жоқпын.